Алтын-Орда базары бұрынғы басшысының орынбасарына қатысты істе заң бұзушылықтар тіркелді. Ермек Марқабаев нақақтан сотталып жатыр. Бүгін басталған алғашқы тыңдалымда қорғаушылар мен туыстары осылай дейді. Сөздерінше, құқық қорғаушылар сотқа дейінгі тергеу амалдары кезінде не қорғаушыларды, не туыстарын айыптау актісімен таныстырмаған. Оған қоса сотталушыны тінту кезінде қалтасына есірткі затын әдейі салған видео дәлел бола тұра Ермек Марқабаевты қамауда ұстау заңсыз дейді туыстары. Алтын-Орда директорының орынбасары 4 баланың әкесі. Осыған дейін есірткіге әуестенбеген, керісінше туған ауылына қол ұшын беріп тұрды дейді көрші қырғыз елінен келген туғандары. На сегодняшнем судебном заседании мы планировали... Бүгінгі сот отырысында біз істі қосымша тергеуге жіберу бойынша өтініш айтуды жоспарлап отырмыз. Яғни бұған дейінгі тергеу кезінде жіберілген заңсыздықтарды жою үшін. Егер сот қарсы болса, онда біз процесс